Баршаңызға сәлем, жаңа оқу жылы берекелі әрі жеңіл болсын. Бүгін бізде математика, бірінші сабақ заттарды санау. Жаңа тақырыпты өтетін боламыз, яғни 10-ға дейін санауды үйренеміз. Бірінші тапсырма, суреттегі заттарды сана. Неше сөзін пайдаланып, сурет бойынша сұрақтар құрастыр дейді. Алдымен суреттегі заттарды санап алайық, балаларды санайық. Неше бала отыр екен барлығы? Дастарханның бір жақ шетінде 3, екінші жағында 3. 6 отыр, барлығы 6. Оның нешеуі ұл, неше қыз екен? 3 ұл, 1, 2, 3. 3 қыз отыр екен, Енді орталарында неше торт бар дастарханда? Дастарханда 1 торт тұр, Неше тарелка тұр? Тарелка саны 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен. Жоғары жақтарында бірден нешеге дейін сандар ілулі тұр? Бірден 10-ға дейін сандар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп. Мінеки біз суретке қарап, заттарды санап, неше деген сұрақтар қоюды үйреніп алдық. Келесі екінші тапсырма. Нүктелер мен саусақтар қандай сандарды көрсетіп тұр? Осы сандардың жазылуын карточкалардан көрсет, сандарды тура және кері ретпен ата дейді. Ең бірінші тұрған саусақтар 1 көрсетіп тұр, және нүктеден де біреу ғана екен. Екіншісі 2. 2 саусақ көрсетілген, 3. Және 3 нүкте, 4 саусақ көрсетілген, 5, одан кейін 6, сосын 7, одан кейінгісі 8, үшінші қатардың біріншісінде тұрған. Одан кейін 9 нүкте және 9 саусақты көрсеткен, яғни бір саусағын жұмып тұр, Одан ең соңғысы 10 саусақты көрсетіп, 10 нүкте көрсетілген екен, және астында 1-ден 10-ға дейінгі сандар жазылған. Енді осыны біз кері ретпен атап көрейік, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп санаймыз. Кері ретпен 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 деп санаймыз, Келесі бізде мынадай бір шағын ереже бар, осыны еске сақтап алайық, Цифр санды жазуға арналған таңба дейді. Ал сан дегеніміз санаудың немесе өлшеудің нәтижесі. Яғни біз жазамыз ғой, 1, 2, 3 деп, соның барлығын біз цифр деп атаймыз. Ал сан дегеніміз санау немесе өлшеудің нәтижесі екен. Үшінші тапсырма, бір затты жасыр. Ол реті бойынша нешінші тұрғанын досыңа айт дейді. Міне А нұсқасында қонжық, робот, көлік және тауық тұр, Осы жерден біз үшінші тұрған көлікті жасырдық. Міне жасыл 4 бұрышпен. Енді осыны реті бойынша нешінші тұрғанын досымызға айтамыз. Үшінші тұрған қандай зат, қандай ойыншық дейміз. Ол осы суреттен үшінші тұрған көлікті бізге көрсетіп айту керек, Ә нұсқасын қарайық, доп, самолет және қонжық, ит тұр. Осы жерден біз екінші тұрғанды жасырайық. Екінші тұрған қандай зат дейміз? Сол суретке қарайды өзінің кітабындағы. Екінші тұрған доптан кейінгі ұшақ екенін айтып беруі керек, Осылай біз реті бойынша нешінші тұрғанын айтып, жасырынған затты тауып көреміз. Төртінші тапсырма өзіндік жұмыс дейді. Заттарды сана, олардың санын карточкалардан көрсет дейді. Бірінші 4 бұрыштың ішінде бір ғана кубик тұр, Оны былай міне бағытпен, көк бағытпен көрсеттік. Карточкадағы бір саны ең бірінші тұрған суретке сәйкес келеді. Екінші неде тұрған сурет нешеу екен о жерде? Заттар саны 1, 2, 3, 4 екен. Яғни 4-ші карточкамен көрсетеміз, қызыл бағытпен міне көрсетіп айтып қойдық. Бірақ кітаптарыңды олай сызып бүлдірмеңдер, балалар. Енді үшіншіде 3 зат тұр. Ол ең соңында тұрған 3 санымен көрсетеміз. Төртіншіде барлығы 1, 2, 3, 4, 5 зат орналасқан екен, 4-ші карточкада. Оны 5 деген санды міне сары бағытпен көрсетіп қойдық. Ең соңғы карточкада 2 зат қана бар екен.
2 деген сан ең бірінші тұрған сан, иә? Мінекей 1-ден 5-ке дейінгі сандарды біз санап және оны айтып және жазылуымен барлығымен танысып біліп алдық. Біздің бүгінгі алғашқы сабағымыз осымен аяқталды, озат оқушым. Математика бізге көп жерде қажет, иә? Дүкенге барсақ та, ойын ойнасақ та, есептер шығарсақ та, жалпы өмірде математика барлығымызға өте керек сабақ екен, иә? Санауды, есептеуді үйреніп өмірімізге қолданамыз. Сол себепті математиканы жақсы оқуға тырысайық, иә, озат оқушым? Каналға тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.